Армысыздар, құрметті көрермендер, назарларыңызда халық кәсібі бағдарламасы. Өздеріңізбен мен Айнұр Мейрамбайқызы. Бүгінгі біздің басты қонағымыз қаламызға құрметті азаматтардың бірі, және де Абат орталығының басшысы Серікбай Бердияров. Саламатсыз ба аға? Жалпы алғашқы қызметіңізді ұстаздықтан бастаған екенсіз. Осы кәсіпкерлікке қай жылдан бастап бет бұрдыңыз? Көп адамдар деген, мына қызметке баратын адамдар жұмыс жасау үшін деген, сол қоғамдық жұмыста кәдімгі өзінің жұмысындай кәдімгі бірге болып жүріп барып. Соның кейін барып бірте деген партия, комсомол ол уақытта деген шақырып алып, оларды деген көтеріп отырды көбінесе. Сондықтан деген біздер сондай тәрбиеден өткенбіз. Кейіннен деген тіпті осы маған деген өнерді басқаруға тіпті маған қолқа сала бастады. Кейіннен деген мен музыкальный школға, заушкаға барды, одан директор қылды аздаған уақыт. Сөйтіп едім, бір күн деген осы мұнайшы мәдени сарайына директор қылып әкелді. Сонымен деген сонда болдым, шырағым деген. Сол кезде анау мәдени сарай тек 4 бұрышты коробка еді ғой ол уақытта. Сол маған деген тура келді жұмыс жасауыма. Соның алдының бәрін деген, бірақ әкімшілік маған деген соншалықты сенді ме, білмеймін. Не істесеңіз де осының бір көрінісін табыңызшы маған деп бізге деді. Сонан деген Балбибі дейтін бір қарындас болды, сол әкімнің орынбасары. Сол қарындас Сәке, ауызбен емес, осыны іспен көрсететін уақытымыз жетті енді, айтыңызшы деді. Сосын деген Астана ол уақытта Алматы еді. Алматыдан деген 12 адам, архитектор, сосын дизайнер, сосын суретшілер бәрін алып келіп, осы жерге деген бүкіл қаланың, осы жердегі қазіргі кішкентай көзге көрінетін жерлердің бәрін деген біздер деген жүріп, соны ақылдасып, соны жасадық. Мынау ДК-ның несінің, бүкіл несін өзім айтып отырдым. Анау поликлиникадан бері қарата түсетін. Соны алып келіп жасағанымызда, өйткені деген қалаға келген адам, кеткен адам бір рахаттанып келіп отырып, өздері әңгімесін кеңесіп, сосын деген ертең келешек жөнінде әңгімесін айтатын бір орталық айналдырғым келді. Сөйтіп, соның айналасында жұмыс жасап жүрдім. Жұмыс жасаған адамға енді қиыншылықтар көп көшіреді. Анау дейді, мынау дейді. Сосын күндердің күнінде осы анау бәрі бітіп атқаннан кейін басқа да жан-жақтан деген қысымшылықтау пайда бола бастады. Сосын деген мен енді как раз мынау не болды? Біздің Қазақстан өзі ел болып, жаңадан кәсіптік бағдарламалар ашыла бастады. Сосын енді кәсіпке қарағаннан кейін мен өзіммен өзім жұмыс жасағым келді шынымен. Аға, бір сұхбатыңызда айтыпсыз, мемлекет қызметкерінен кәсіпкерге ауысу маған өте қиын болды деп. Қандай қиындықтар болды сол кезде? Шырағым деген анау бұрын деген белгілі мамандығың бар, өзіңнің деген жұмыс жасап жатқан жеріңде деген сенің артынан деген қызыға қарайтын адам бар. Сосын деген бір ұжым ғой олар деген. Анау ұжым деген содан шығып қалсам өмірім қандай болады? Мен неге мынаған асығып жүрмін деп алдында қатты қиналдым. Ол уақытта кәсіптік мына осындай жаңалдегі нарықтық жұмысқа ешкім не болған жоқ балам деген. Қызыға қараған жоқ, ол деген сенімсіз. Ертең бәрі ауысып кететін сияқты болып қарады. Сосын деген біздер деген сонда да болса енді мынаны көргеннен кейін соны алып келіп, соның барлығында соны жасағымыз келді елге. Өзіміздің деген алдымызға қойған міндетімізді орындау үшін деген соны деген басқа қаңқу сөзден көріп, маған деген соның жетістігін көрсету бірінші мақсат болды. Өйткені деген анау ақшаға сатып алған нәрсе ол деген өмірдің кереметтері емес балам. Өмірдің кереметтері сенің деген еңбегіңнің жанып, соның халыққа қажеттілік болып табылса, содан артық бақыт жоқ. Әбіш Кекілбайдың бір жақсы сөзі бар жаңа. Біз жартылай патриархалды тұрмыспен коммунистік үрдісті қатар тоғыстырған біздей ұрпақ енді тумайды деп қойғаны бар.
Сондықтан деген біз анау коммунистік нені көрген адамбыз, ертең ауысып кететін сияқты болып тұрды да. Мына өмірдің бәрі. Мынау бір уақытша тірлік сияқты. Бұған деген біз үйренбеген екенбіз. Аға, осы неліктен орталықтың атын Абат деп қойдыңыздар? Және сол жылдары қанша адамды жұмыспен қамтыдыңыздар? Бірінші рет айтайын, өзім кішкентай жалғызда өскен адам едім. Сосын деген бірінші немерем келіп, екі қыз болды да алдында. Соның кейінгісі ұл бала Абат деп атын қойдым. Өйткені бір дархандық, Абат деген кеңшілік. Адамдардың өзі де екі дүниең Абат болсын, тірліктеріңіздің Абат болсын деп жататын бір әдемі сөздерін естігеннен кейін, сол деген біздің деген бақытымызға келген жаңағы ұрпақты да осының атымен атауымызға келдік. Қазір сол бірақ та одан өкінбеймін. Қазір деген осы жетістігімнің бәрі біздердің деген жақсылыққа қарата талпынуымыздан ау деп ойлаймын. Мен осы бағдарламаға шырағым қайта-қайта телевизорға түсуден өзім деген кішкене ұялатын да болдым. Өйткені анда-санда жылында бір-екі рет болса да көрініп қалып жүрмін. Осыған деген не қылып едім, сіздер деген мына жаңа бағдарлама, мына еңбектің не екендігін қалай жеткеніңізді бір ауыз айтыңызшы халыққа деп, сендердің кішкентай, сендер балдарым айналайын, сендердің осындай адалдықтарың, бүгінгі адалдықтарың, осы еңбек деген жерлеріңе амалым жоқтықтан сұхбатқа келдім айналайын. Аға, сол кезде қандай қиындықтар болды осы орталықты ашқанда? Қанша адамды жұмыспен қамтыдыңыз? Қайдан алдыңыз тауарларды? Сіздерге жұмысшы біздің тағы да бір кішкентай жерлеріне деген халқымызға тиіп кететін жерлер бар балам. Біздер жұмыс жасауға көп үйренбеген халықпыз. Мынау көбінесе деген келсе, жаңалдегі мынау біраз адамдар, басқа жақтан келген адамдармен де жұмыс жасадым. Сосын мына қаланың адамдарын жұмысқа тартып, осын деген салатын құрылысшы керек болды. Сосын деген біздерде ана жұмысымызды көмекші керек болды. Бізбен бірге жұмыс жасайтын бір таза адамдар керек болды, шырағым деген. Сол кезде деген қатты қиналдық. Ең алдымен жұмысқа жүгіріп келетін адам деген, ол деген әшейін бір көріне салып, ақшасын салып алып, қалтасына жүгіріп жүретін адамдар келеді екен алдымен деген. Ол адам біраз күннен кейін, бір 3-4 күннен кейін олар жоқ болып кетеді. Анаған сеніп қалып, адамың жоқ болып, өзін көтеруге тура келеді шырағым. Қазір деген осы жердің адамдары да бар, басқа да бар. Алдыңғы кезде 50-60 адамға дейін болды балам деген. Қазір осы 20 шақты адам жұмыс жасайды. Солардың барлығы деген, әйтеуір деген өз несін, бір 5-6 адам, мына жан-жақтан келген адамдар, көбісі осы елдің азаматтары, ұл қыздары жұмыс жасап, өздерінің нәпақасын тауып жатыр. Сондықтан деген біз қуанамыз шырағым деген. Елмен біз бірге екендігіміздің бір белгісі дейміз. Аға, сол кезде жалпы тұрғындардың сұранысы қандай болды? Қазіргі сұраныс қандай? Өзгеріс бар ма? Ол кезде халықтың көзқарасы шырағым деген, ол ана қорқынышпен көп адам деген осындай мынау нарыққа қарата бірденен көшіп кеткен жоқ. Тек қана жаңағы айлыққа қарап отырып қалған адамдар болды да, соның кейін деген ол кезде сәл қорқынышпенен адамдар деген сәл не болды, өте қызыққан жоқ. Аз нәрсені, кішкентай көрінетін нәрселерді алды да, адам деген қымбат нәрсеге қарата емес, әйтеуір деген, мысалы, кілем ба кілем, телевизор ма телевизор, содан артыққа бармай қалды адамдар да. Бүгін осы күнде деген ел деген өзінің жасап атқан тірлігіне анау сын көзбен қарап, ертең келешекте осы маған не қажеті бар? Осының деген қажеттілігіне сай жұмыс істеп жүр осы күнде. Даже керек болса, аулаларының ішінде қазір деген көкөніс өсіріп жатыр. Алма, басқа да жүзім, кіріп барсаң деген қазір деген ел деген ана сенің биіктетіп, ана шатырын биіктету емес қазір. Қазір деген айналасында өзіне қажеттілік іздеп жүрген сияқты адамдар. Сондықтан ана кішкентай бір
ол қай заманда да бар ғой шырағым. Істейтін адам, істемейтін адам бар. Істейтін адамдарға жұмыс табылды. Аға, жалпы сіз бұдан бөлек шығармашылықпен де айналысасыз, иә? Қазіргі таңда бірнеше кітабыңыз жарық көрген. Қандай туындыны шығармақсыз? Енді шырағым, қазір деген өтірік айтпайын. Ана шығармашылықпен айланысып жүрген себебім бұрын деген өнердің айналасында болған екен, өзімді деген мынау нарықпен екеуін деген үйреніскенше анау маған деген шырағым деген ол үлкен маған септігін тигізді. Өйткені мен деген ойымды жазғым келді, елмен бірге бөліскім келді. Кішкентай нәрсе болса да осы деген ел білсе екен қиыншылықтың не екендігін деп ойладым мен. Сөйттім да екеуін қатар жүргізіп отырдым. Сосын мен деген музыкаға да бәріне де нием бар еді. Сосын деген біраз талпынып қарадым, шырағым деген. Қазір деген екі нәрсені алып жүру өте қиын екен. Қазір ендігі қалған жерде менің шығармашылығым естеліктермен толығады деп ойлаймын өзім. Жалпы неше кітабыңыз жарық көрді осы күнге дейін? 7 кітабым жарық көрді балам деген. Бірақ та оның мен жаңағы төсім тұрып, мен мынандаймын деп айтпаймын. Менің деген алатыным да ана Әбіштің айтқаны бар, дүние деген жәрмеңке, келдің екен көріп кет. Дүние деген жәрмеңке, алдың екен беріп кет деп. Соны деген бөлісуге тұратын нәрсе болатын болса, тек қана менің ойымда сол. Аға, осы 2 жылдықта сіз халық осы тұрғындарға, жаңаөзен тұрғындарына осы шағын ғана саябақ сыйладыңыз. Осы саябаққа қанша қаражат кетті? Ерекшелігі, шырағым деген, мен деген өзім мынау өнердің айналасында болғаннан кейін, жаңа айттым ғой, шығармашылықтың айналасында болғаннан кейін, ана ДК-да кейбір жетіспей қалған нәрселерім болды, жеткізе алмай қалған нәрселерімді енді өзі қолымдағы қаражатыммен соны деген жетістіріп елге өзімнің деген кім болса сол емес екендігімді, халықпен бірге екендігімді көрсетуді мен арман еттім шырағым. Осы арманыма жету үшін деген не істей аламын деп осы мына саябақты жасағым келді. Ана Пантан Алматыда немесе Астанада осы көп жерде жоқ қой, енді сондай жерлерде болып жүргеннен кейін кішкентайлау болса да соны бір көрсетіп, музыкалық жаңағыдағы сазды бір немен ойнап тұратын бір соны көрсеткім келді. Сосын деген осы ана саябаққа кірсең, екі жағы, бір жағы бөлінген. Бір жағы жаңағы жанұя деген өзімнің сөйтіп бөлгім. Жанұя дегенге жастардың деген үйленгеннен бастап барып анау жаңағы бұрқақ, су бұрқақпен айналып өтіп ар жағында жаңағыдағы ненің сырға, ана сырғаның бейнесі. Сосын деген оның ар жағында Сақина, соның қасында, оның ар жағында қос аққудың тұрғаны, оның алдында бұлақтың неғып тұрғаны. Сосын деген қай жерде екендігін көрсету үшін жаңа менің сүйікті қалам Жаңаөзен деп жазылып тұрған қасына барып, сонда деген арақаттанып балдар деген. Сосын бері қарата жүрсе, сосын деген олардың деген балдарды ертең өмірге ұрпақ әкелетіндігін сезініп, енді деген менің қуанышым, біздің қазақтың бір мақтанышы ертеде деген мынау аңшылық, саяткершілік деген болған. Сосын деген тойдың аяғы әркім өзінің жеткен жерімен, сосын тойды қызықтыру үшін деген саят деген бір ойымда болды да, сосын мына шетін деген анау саятқа шыққан уақытта ана бүркіті қолында, тазысы қолында, атымен шығып кетіп бұраққанда ар жағындағы деген анау нелерді бәрін деген көрсетіп, соларды деген ел деген бір қызығып қасына барып тұрғанның өзі. Анау үйленген жастар, біз бақытты адамбыз. Біздердің деген анау ата-бабаларымыздың жүрген жолымен жүруге ертең деген біздер қазақпыз деп анау жүрегін, көкірегін кең тыныс алып бір деген, көкірегін керіп бір деген. Біз де болғымыз келеді. Ата, баба, біз сіздердің жолыңызды таңдағанбыз, соны әлі жаңғыртамыз деген ой менің сондай бергім келіп еді.
Осындай орталықтың нешеуі бар сізде қазір? Мен деген, шырағым деген, мен сізге айтайын, мынау халыққа болсын деп, мынау деген, анау көлік жуатын, анау көліктің дөңгелектерін не қылатын, сосын менде мақтас сех, сосын жүн сех бар балам. Сосын деген, менің мынау осы, мынау нем халыққа қызмет жасап тұр, ресторанымыз, сосын деген кафеміз, сосын деген мынау неміз, жаңағыдай гостиницамыз, сосын деген саунамыз бар, сосын бильярдныйымыз бар. Адамдарға егер қызмет қажет болса, сосын жаңағы кілеммен, сосын біздер аздаған электроникамен байланысып едік. Аға, өзіңіздің алға қойған жоспарыңыз қандай? Мен барды соны шашыратып алмай, соны орында ұстау ендігі менің ойым балам. Сосын деген енді қалғаны балдардың еншісінде болып есептелінеді деп есептеймін. Ана екі кеменің басын ұстаған суға кетеді дейді ғой, шырағым деген. Ананы да қатырам, мынаны да қатырам дегеннен көрі, қатып тұрған нәрсенің өзін деген жөнге келтіру, соның өзі қазір деген үлкен деген қажеттілік. Жастарға бір тілегіңізді білдірсеңіз. Анау кеше бір сөз оқыдым, айналайын. Сонда жазып қойыпты. Әйеліңмен дос бол, ол үйіңе береке кіреді депті. Азаматпен дос бол, қадіріңді біледі. Білімдімен дос бол, қиналсаң саған ақыл береді деп қойыпты, шырағым. Осыдан артық ешнәрсе жоқ болар деймін. Семьяңда күліп ойнап отырсаң, азаматтармен бірге жүрсең, ол деген сенің кім екеніңді танып жатса, ал жетіспегеніңді жетістіру үшін, ал сенің өзіңнің жақсылығыңды бірге бөлісетін адам өзінен өзі табылады ғой деймін. Біздер деген келешекке сондай анау үлкен деген сеніммен қарауымыз сондықтан деп ойлаймын, айналайын. Сондықтан деген еңбек етейік, бақытты болайық, басқалардан кем болмау үшін бәріміз деген тырысып бағайық. Менің деген еңбектен басқа, еңбекпен білімнен басқа еш нәрсе жоқ екендігіне анық көзім жетті. Егерде осыны не қылсақ, біз Қазақстанды дабырамен ойбай бүйтуіміз керек, үйтуіміз керек, анандай қыламыз, мынандай қыламыз емес, бәріміз еңбектеніп, соның деген жақсы болуына бір кирпичі болса да қаласақ, сонда біз жетіскеніміз жетеміз. Есті адам үлкен есі шықпай, ақылға бой алдырып, өзінің деген тірлігіне деген сын көзбен қарай білсе, содан артық бақыт жоқ. Аға, осылай алтындай уақытыңызды бөліп, бізге бар білген тәжірибеңізбен бөліскеніңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта да сізге тек денсаулық тілеймін, ауырмаңыз, осылай тұрғындардың арасында, халқымыздың алдында осылай жадырап жүре беріңіз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше.